Сіз білесіз бе, егер адам ағзасындағы барлық қан тамырларын бір-біріне қосып соссақ, олардың жалпы ұзындығы 100 000 километрді құрайды. Бұл жерде 2 рет айналып өтуге жеткілікті. Бұл біздің ең қызықты сүйікті фактілеріміздің бірі. Біз оны кітабымызда, қосымшамызда, бейнемізде және тағы басқа жерлерде қолдандық. Бірақ күтіңіз, 100 000 километр бұл шынымен де өте көп. Біз бұл санды жиі қолданамыз, бірақ оның қайдан шыққанын білдік пе? Және оның рас екенін қалай көз жеткізе аламыз? Осылайша, біз бір жылдан астам уақытқа созылған қызықты зерттеу жұмбағына тап болдық. Бәрі өте қарапайым басталды. Біз әрдайым қызықты фактілер жинап, оларды оқиғаларымызды әсерлі ету үшін пайдаланамыз. Бұл факт мінсіз болып көрінді. Адам ағзасындағы барлық қан тамырлары жерді 2 рет айналып өтеді. Ұсақ нәрсе, үлкен сан, аңғарлық. Бірақ бір күні біреу бізден осы сан нақты дерек көзін сұрады. Бұл маңызды ма еді? Өйткені оның рас екені анық қой. Егер сіз Google-дан адам қан тамырларының жалпы ұзындығы дегенді іздесеңіз, қайталанып келетін дәл осы санды табасыз. 100 000 километр немесе 60 000 миль. Бұл сан кітаптарда, блогтарда, білім беру мекемелерінің веб-сайттарында, дәрістер жазбаларында, шоуларда, ғылыми мақалалар мен басылымдарда кездеседі. Бізде оны бірнеше рет қолдандық. Сондықтан оның түпнұсқа дерек көзін табу қиын болмауы керек еді. Солай ма? Дұрыс па? Біз байқаған алғашқы қызықты жайт, көптеген кітаптар, мақалалар мен веб-сайттар бұл деректі ешқандай түпнұсқа дереккөзсіз қолданады. Кейбірлері сілтемесіз берсе, басқалар бір-біріне сілтеме жасап тұрған болып шықты. Бұл сан ешбір дәлелсіз ақиқат ретінде қабылғандай әсер қалдырды. Одан да таңқаларлығы бұл санның бірізділіксіз қолдануы еді. Кейбір дереккөздер бұл тек капиллярлардың жалпы ұзындығы десе, басқалары тек артериялар мен веналардың ұзындығы білдіреді деп түсіндірді. Ал кейбірлері барлық тамырларын қосып есептеген бір нәрсе дұрыс емес сияқты көрінді. Бұл мәселені шешу біз үшін маңызды болды. Біз өзіміз бірнеше рет қолданған бұл фактіге көз жеткізуіміз керек еді. Оның нақты дереккөзін тауып зерттеуге жұмбағын шешуге кірістік. Түпнұсқа дереккөзі міндетті түрде болу керек еді ғой. Google-дағы іздеуіміз тек қайталанатын ақпараттарды ғана берді. Сондықтан біз PubMedке биомедицина ғылыми мақалалар іздеу жүйесіне көшуге шешім қабылдадық. 0 нәтиже. Бұл қызық. Бірнеше басқа сөз тіркестерін қолданып көрейік. Тағы да ештеңе. Тоқтаңыз. Ақыры бірнеше ғылыми мақалаларды таптық. Бірақ олардың ешқайсысы түпнұсқа дереккөздерді көрсетпейді. Бұл сан тағы 2 түрлі биология оқулығында кездеседі. Біз авторлармен байланыстық, бірақ олар да бұл сан ондаған жылдар бойы айналымда жүргенін айтты. Бәлкім, өткен ғасырларға оралуымыз керек шығар. 1990 жылдардан бастап іздей бастадық, және біз 2 кітап таптық. Vital Circuits Стивен Вогель және Looking at the Body Дэвид Сузуки. Дэвид Сузуки ғылыми коммуникация нағыз ардагері. Ол зоология бойынша PhD дәрежесін алған және 1970 жылдардан бастап канадалық телеарналарда ғылыми бағдарламалар жасаған. Оның 52 кітабы және 29 құрметті дәрежесі бар. Ол не түпнұсқа дереккөз болуы мүмкін, не оны білетін адам шығар. Сондықтан біз оның кітабын сатып алдық. Осы жерде, егер адамның қан тамырларын түзу-сызыққа қойса, олардың ұзындығы 96 000 километр болады. Бұл жерде 2,5 рет айналдыруға кетеді. Бірақ тағы да дереккөздер жоқ. Сузуки әлі күнге дейін 80 жасында белсенді жұмысын жалғастыруда. Сондықтан, бәлкім, егер біз оны өзінен сұрасақ, ол бұл сан қайдан алынғанын білуі мүмкін. Оның қоғамдық электрондық поштасы жоқ. Бірақ доктор Сузукиге хат жазу арқылы жеке сұрау жасауға болады делінген. Ескі тәсіл, бірақ өте құрметті әдіс. Сондықтан біз хат жаздық. Құрметті доктор Сузуки, біз сізге аса маңызды мәселе бойынша жазып отырмыз. 100 000 километр көрсеткіш алғаш қайдан алынған? Біздің интернет бейнеміз және ақыл есіміз осыған тәуелді. Өтінеміз, жауап беріңіз. Құрметпен, Казгесакт факт тексерушілері. 3 аптадан кейін біз шын мәнінде жауап алдық. Құрметті интернеттегі оғаш адамдар, өкінішке қарай доктор Сузуки бұл деректің қайдан алынғанын есіне түсіре алмайды. Бұл кітап 30 жылдан астам уақыт бұрын жазылған. Сондықтан ол мұндай ескі файларды сақтамаған. Сәттілік тілейміз, сізге ол қажет болады. Құрметпен, қоғамдық ақпарат үйлестірушісі. Мақұл, қалжыңдаймыз. Олар дәл осылай жазбаған. Шын мәнінде өте сыпайы болды, бірақ біз үшін көңілсіз жаңалық. Енді біз Стивен Вогельдің 1992 жылғы кітабын тексеріп жөн көрдік. Онда мынандай сөйлем бар. Қан тамырларының жалпы ұзындығы 100 000 километр, шамамен 60 000 миль.
Бұл экватор бойымен жерді 2 реттен артық айналып өтуімен тең. Кітаптың 300 бетінің бірінде бұл ақпарат бар, бірақ қай дерек көзден алынған? Өкінішке қарай кітаптың соңында 93 түрлі сілтеменің тізімі бар, бірақ олардың нақты қайсысы осы мәліметке сілтеме жасап тұрғаны белгісіз. Бастапқы дерек көзі солардың бірінде болуы мүмкін. Ауч, барлығын оқу апталарға созылар еді. Бұл шынымен қажет пе? Біз адамдар сұрамайтын және ешкім мән бермейтін сұрақтың жауабын іздеп жүрміз бе? Бірақ біз қазірдің өзінде тым көп уақыт жұмсадық, сондықтан жай ғана жалғастыруды жөн көрдік. Осы жолы бізге ақмақтықпен жолымыз болды. Біз еш себепсіз дерек көзін соңынан бастап тексеруді шештік, ал алғашқы тексергеніміз дәл біз іздеген дерек көзі болып шықты. Бұл 1959 жылғы жазылған Scientific American мақаласы. Қан микроциркуляциясы атты мақалада бұл сан көрсетілген, бірақ бұл да түпкі дерек көзі емес. Алайда мақала бұл ақпаратты қайдан алғанын көрсеткен. Капиллярлардың анатомиясы мен физиологиясы 1922 жылы жарық көрген кітап. Оның авторы Август Крок, медицина бойынша Нобель сыйлығының иегері. Ол бұл тақырыпты жақсы білетінін анық. Сондықтан біз оның кітабына тапсырыс беріп алдырттық және бинго, бұл Кроктың дәрістер жинағы екен. Ол кезде ғалымдар тарапынан өте жоғары бағаланған, ғасыр бойы мыңдаған рет қолданылған түпнұсқа дерек көзі. Міне, егер адамның бұлшық ет салмағы 50 кг болса және капиллярлардың тығыздығы 1 мм квадратқа 2000 капилляр болса деп есептесек, барлық капиллярлардың жиынтық ұзындығы шамамен 100 000 километрге тең болады. Немесе жерді 2,5 рет айналып шығуға тең. Ал олардың жалпы ауданы 6300 метр квадрат. Бұған дейін басқа ғалымдар да капиллярлардың ұзындығы туралы ой жүгірткен, бірақ Крок бұл санды алғаш болып нақты эксперименттерге сүйеніп есептеген. Ал бізге осы сандар дұрыс па, соны тексеру керек еді. Оның кітабында түсініксіз бір кесте бар. Ешқандай есептеулерде, түсіндірмелерде жоқ. Крок үшін бәрі түсінікті болған шығар, бірақ бізге бір ғасыр өткен соң түсіну оңай емес. Бізге шын мәнінде кітапты оқып шығу керек болды. Ғылымдағы серпінді жаңалық жасағандай, Крок жай ғана шамамен есептеп шықты. Ол әртүрлі жануардың бұлшық еттерін үлгі алды, капиллярларды санады және қарапайым ережелер негізінде жуықтап есептеді. Бірақ бүгінде біз білеміз, оның адамдағы капиллярлар тығыздығы туралы бағалауы дұрыс болмаған. Сонымен қатар Крок 143 кг салмақты бодибилдер адам модель ретінде алған. Оның 50 кг таза бұлшық ет массасы болған деп есептеген. Нәтижесінде өте әдемі сан 100 км шықты. Крокты осыған кінәлауға бола ма? Шын мәнінде жоқ. Бұл оның ғылыми жұмысының басты тақырыбы емес еді. Ол бәлкім мұны қызығушылықтан немесе жай ермек үшін есептеген. Бірақ ол әлемге әйгілі ғалым болғандықтан оның қате санын ғылыми еңбектерге еніп кетті. Кейін бұл сан ғылыми догмаға айналды, тіпті бастапқы дерек көзден толықтай ажырап қалды. Осы дерек көзді іздеумен 1 жыл өтті. Ал осы уақытта ғылымдар жаңа зерттеу жариялап қойған екен. Бұл зерттеу үлкен назарға ілікпеген, бірақ онда жаңа әлде қайда нақты сан есептелген. Егер біз жай ғана тағы 1 жыл күткенде мұның бәрін жасауға қажеттілік болмас еді. Сонымен, соңғы ғылыми деректер бойынша адам денесіндегі капиллярлардың жалпы ұзындығы 9000 км мен 19000 км аралығында, өте әсерлі, бірақ жерді айналып өтетіндей көп емес. Қорытындылай келсек, бүгінде сіз интернеттен бұл сұрақтың нақты жауабын таба алмайсыз. Көптеген дерек көздері, соның ішінде біздің ескі Казгисакт видеосы да қате санды пайдаланған, және бұл қате біраз уақыт сақталып қала береді. Бұл санды ешкім неге қайта тексермеді? Өйткені бұл өте қиын және уақытты көп қажет етеді. Біз айтқандай, бізге 1 жыл және үлкен сәттілік керек болды. Ал ғылыми мақала жазу барысында мұндай уақыт бөлу мүмкін емес. Егер бір дерек көз сенімді болып көрінсе,
көбісі, соның ішінде бізде, оны жай ғана көшіріп қолдана береді. Неліктен қате сандар сақталып қалады? Өйткені олар өте әдемі, жай ғана есте қалатын дөңгелек сандар. Бірақ бұл мәселенің өзі емес пе? Ғаламторда ең қызықты оқиғалар ұзақ өмір сүреді. Әр рет қайталанған сайын олар тек қызықтырақ бола түседі, бірақ олар шындыққа сай келе ме? Ақиқат анықтау үлкен күш пен уақыт қажет етеді, ал қате ақпаратты тарату өте оңай. Қазгесақ тағы жұмысымыз туралы. Біз бұл зерттеуді бастағанда мұндай нәтижеге келеміз деп ойламадық. Құрметті көрермен, біз сіздерге ғылымды барынша шынайы түрде жеткізуге тырысамыз. Бірақ кейде біз де қателесеміз. Бірақ әрқашан қателіктерді түзетуге және сіздерге ең соңғы ғылыми жаңалықтарды ұсынуға ұмтыламыз. Келесі кездескенше.